Қытай елінің ең шебер бишісі атанып, шетелдегі халықаралық би байқауларында топ жарған тамаша талант иесі Шұғыла Сапарғали-қызына сол кездегі Алматы облысының әкімі Заманбек Нұрқаділовтің ата жұрттағы ағайынның атынан автокөлік сыйлаған сәтін бірге тамашалайық. Осындай Пекинде жап-жас болып, мынау Шыңжаңнан барып оқып, өзінің өнерімен көзге түсіп Пекинде қазір белді биші болып жүрген осы Шұғылаға бір қаттырақ ду қол шапалақтаңыздар. Шақырғанымызды Қазақстанның той-домалақтардың барлықтарында үлкен, барлығына келіп өзінің өнерін көрсетіп жүр екен. Келген сайын әйтеуір қол шапалақтаймыз да, маңдайынан сүйгеніміз сүйдік, сүйгенімізден жақсы Шұғыла айналайын деп шығарып салады екенбіз. Енді сол жақта жүрген өзі қазақ бауырларымыздың атын көтеріп жүрген осындай қыздарымыздың мәртебесін біз көтермегенде кім көтереді Қазақстанға келгенде? Дұрыс па, дұрыс емес па? Құтты болсын семьяларыңыз. Енді сол жас семьяға сіздердің аттарыңыздан бір төрт дөңгелек мінгізейік.